ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі ғой қазір. Қазіргі уақытта қазір Бәріне керек қой уже. любой, особенно кәсіпкерлер. Менің ойымда ақша болады да, тезірек сізге әйтеуір бүйтіп он ролик жасап беремін, и сізден миллион теңгені алып аламын, жүре беремін. Қазақ өзі креативный халық қой, нестандартный. Любой қазақ бар ғой. Қазір, кстати, мобилографтар вообще это просто целый продакшн ғой. Мысалға осындай студия бір жерге келген кезде или жаңағыдай сюжетный да бізде мындай настроение беру керек, жаңағыдай теплый, холодный деген сияқты келген кезде чуть-чуть не қылады, тормозит қылады. Вот мобилографтар қазір сол қымбат күнетін кадрды істей алатын болса, болды. Олардың чектері уже 10x болады. Сәлем достар, қалайсыздар, ассалаумалейкум. Біздің кезекті подкастымызды бүгін екінші шығарылым. Бізде бүгін қонақта ерекше кісі, өзі креатив, мықты мистер креатив, актер. Одан кейін не дейді тағы да, көп компаниялардың өзінің негізін қалаушы, контент-мейкер. Танысып қойыңыздар, Рысқұл Қонақбаев бүгін бізде қонақта. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам, қалайсыздар? Күшті, керемет, рахмет. Қуаныштымын. Екінші сіздердің подкасттарыңызда алдыңғы қатарларда қонақтардың бірі болғаныма өте қуаныштымын. Үлкен мәртебе, рахмет. Дами беріңіздер. Аумин. Енді өзіңізді таныстырып кетсеңіз, біздің аудиторияға кім боласыз, қандай саламен айналысасыз қазір? Вообще напаха дейміз ғой, енді қазіргі тауып жатқан айлықтарым, ақшамыз, вообще на чем вы зарабатываете қазір? Есімім Қонақбаев Рысқұл, жасым 33-те. Актер-сценаристпін. Қазіргі уақытта Mobile Republic деген контентке арналған заттарды сататын дүкен негізін қалаушылардың бірімін. Одан кейін қазіргі жаңа өзіме ат қойып алдым, контент-мейкер. Себебі контент саласында контент жасаймыз. Креативный агентствомыз бар, MR Production деген. Кәсіпке креативный ролик реклама түсіреміз. Одан кейін контент бойынша консультация береміз. Жалпы нәпақаны сол Аллахтың қалауымен кино саласынан және де дүкеннен және осылай креатив түсіруден табамыз, Аллаға шүкір. Керемет. Енді біз сізді көптеген киноларда ойнағансыз, көргенсіз. Қазақтың киносында жақында ғана осы Африкаға, Нигерияға барып келдіңіз, сол туралы бір қысқа айтып жіберсеңіз, вообще кино әлеміне қалай келдіңіз? Образование бар ма? Жүргенівте оқыдыңыз ба? Как вообще келдіңіз осы әлемге? Далада көшеден келдім де. Мен негізінде актерлық мамандық маман емеспін, образование жоқ, Жүргеневте оқыған жоқпын, бірақ түскім келген кезінде мектепте оқыған кезде әкем қарсы болды. Әкем айтты, актер деген ол еркекке жараспайтын мамандық, сол үшін болмайсың деп қарсы болды. Сөйтіп химия мамандығына түсем, 4 жыл оқимын. Химикпін, мұғалім, эксперт, аналитикпін, кәдімгідей химия пәнінен сабақ бере аламын. Бірақ енді өзім сол мектеп кезінен неше түрлі көріністер қоямыз, неше түрлі именно мектептің креативный өміріне қатты араласқам, былай айтқанда. Бүкіл концерттер, бүкіл наурыз өте қатты именно сол жағынан постановкалар қойып, ұнайтын. Кезінде Comedy Club енді бастаған кезде, сол кезде страшный фанат болғам. КВН, соны фанат, өзім соны армандайтын, соны болғым келетін. Сөйтіп енді Аллахтың қалауымен бірінші курста оқыған кезде Өскемен қаласында Жамбыл атындағы драма, облыстық драма театрына жұмысқа кірем. Ол жақта жас актерлар Жүргеневтен провинцияға бармайды. Сөйтіп барам. Сол жақта 5 жылдай жұмыс жасаймын. Спектакльдарда ойнаймын. Номинацияларым бар сол жақта. Сөйтіп на ногах, на практике үйреніп 2014-те Алматыға келем. Алматыға келіп ең басында Нұрдәулет Шертім деген ағамыз, КВНшік, сол кісінің қол астына жұмысқа кіріп, Әзіл-Сқақ театрында жұмыс істеймін. Сөйтіп телепередачалар, Астана кеші көңілді, Жап-жаңа жыл деген соларда ойнаймын. Одан кейін 2016-та алғашқы именно сериалда дебютым болады. Адасқандар деген сериал 31-ші каналына актер ретінде ученыйдың рөлін ойнаймын. Сөйтіп полный метрде 2016-та дебют болады. Статья на двоих деген киносында ол жақта сценарийға как скрипт доктор ретінде болдым. Толық сценарий жазбадым және басты рөлді ойнадым. Сөйтіп 2014-тен бері кино саласында, ал кәсіп саласында осы Mobile Republic 2021-де. Елдос деген бауырым бар. Ол
серый кардинал дейді ғой, тылда көрінбейді, бірақ өте көп жұмысты ол да атқарады. Сол бауырымыз екеуміз партнерствода Mobile Republic дүкен ашамыз. Ол қандай дүкен? Ол дүкен толықтай микрофон, штатив, свет, контентке, мобилографтарға және жалпы кімде Инстаграм бар, кім Инстаграм жүргізеді, соларға арналған дүкен. Енді көбінесе таргетті көбі, мені таргетті көретін шығар. Купи штатив и получи микрофон в подарок деп. Сөйтіп біраз несін шығардық. Сөйтіп сол жақта, сол дүкенімізге өзіміз жарнама түсіріп, жаңағыдай біздің Елдосты өзі өнер саласындағы мамандығы бойынша музыкант. Сол жақтан біз өнердегі опытымызды кәсіпке қолдандық. Креативный роликтар түсіре бастадық. Именно өзіміздің штативтарымызды сатып. Сөйтіп ол біздің неге оборотымызға әсерін тигізді. Креатив қосылғаннан кейін продажа да көбейді. Уже танымалдылық, уже бренд деп, уже басында бізде андай китайский микрофон болатын. Өте арзан. Енді дыбыстың сапасы да анандай қатты вау емес. Ешкім менсінбейтін көбінесе бізді. Сөйтіп креатив кәсіпке кірген соң, Аллаға шүкір, уже продажалар да болды, уже бізді Mobile Republic деп біраз жерлерге шақыра бастады, уже тани бастады. Сөйтіп біздің роликтардың жаңағыдай Dodo бренді көреді. Dodo бізге хабарласып, бізде сондай ролик қатейм деп, 10 ролик түсірдік оларға. Одан кейін Hyundai Trans Қазақстан заводы. Мен көрдім ол. Біз енді қазіргі уақытта кинорилс дейміз ғой. Біздің өзіміздің фишкамыз сол, біз более сюжетный, нестандартный роликтар жасаймыз. То есть, енді креатив, жаңағыдай өнердегі опытымыз кәсіпке қосылып, креатив арқылы ол Аллаға шүкір біраз өзінің пайдасын тигізіп жатыр. Керемет. Өзіңіз де бұл салада жүрсіз, білесіз енді. Мен сіздің магазинге тоже барғанмын, көргенмін, бізге сыйлағастар сыйлық. Біздің алғашқы кезде, біз ана неткен кезде, біздің қолдаушылардың бірі көбінесе именно бізде кей жағдайда көбі андай, білмеймін, конкурент көре ме, қолдағысы келмейді. Біз жалпы оған қарсымыз. Біз тіпті біздің конкурент дүкендер болса да, оған мысалға барып, қолдау керек болса, қолдауға біз дайынбыз. Сол кезде Әсекеге де барған кезде Әсеке бізді қолдап, өзін былай батасын беріп, постоянно қонаққа келіп, содан бері араласып жүрміз. Рахмет Әсеке сізге. Өйткені кейде енді білмеймін, жүрегіме тиет, өзі ауырады. Қолдамаймыз да біз көп жағдайда бір-бірімізді. Наоборот, біреу, білейін, қазір ол бір-бірімізге конкурент қараймыз, ол өсіп кетсе, қызғаныш бар, сол жаманды. Қайта байлық бәріне жетеді ғой. Ризық деген, бәрін, әркімнің өзінің ризығы бар да, ешкімдікін ала алмайды. Сол үшін қайта наоборот, бәрімен дос болу керек, бәріне қолдау керек. Бір-бірімізді қолдау керекпіз жалпы. Керемет. Есімде мені осыдан 2 жыл бұрын, сіздер? Как раз сол біз... Енді ашылған кез ғой сол, жақында? Енді ашылғаннан кейін, бір жарты жылдан кейін, біз еще как раз сіздің роликтарыңызды көріп жүрдіміз. Қарайтымыз да, сөйтіп партнерім жібереді. Бір қараймыз. Сонда мен роликтерімді чем зацепил оларды? Какой-то бір, тоже сіз уже байқадық, сіз бір киношный шақта жүрсіз да, то есть не стандарт емес, просто именно более киношный подход, жаңақта объективтар бар, сол жағын көп айтасыз, сосын роликтарыңызды қарадық. И как раз, білесіз бе, былай болады ғой. Біз сіздің бір ролигіңізді қараймыз, обсуждать етеміз, потом уже дайректті келесі күні уже сөйлесеміз ғой біз. Сіз тоже бізді оценить еттіңіз ғой, реакция салбастыңыз ба, молодцы жігіттер, дамый беріңдер, анау-мынау қолдау көрсеттіңіз ғой. Потом сразу кездестік біз, уже 2 күннен кейін ба, то есть біз уже бізде былай болатын да, біз любой нәрсені андай дұға арқылы нетеміз да, дұға жасап, мысалға, то есть сізбен еткен кезде де тоже Аллахтың бір мейірімі шығар, сразу ойға келеді, сізбен Асекемен танысу керек, кездесу керек деп, сізбен сразу почти 1 күн ба 2 күнде уже танысып кетеміз ғой. Мощно, маған дәлекке жазған кезде сразу
хотим сізге сыйлық бергіміз келеді дейді ма, не түсінбей қалдым, қазір не үшін деп. И иә как раз содан бір 2-3 күн бұрын менде де сол өзімде ой болып жүрген, блин, осындай бір Қазақстанда осындай бір магазин болса екен, который, иә потому что білеміз да, көп магазиндер бар, барлықтарында в основном видео, кәдімгі профессиональный видеоға арналған техникалар да, барлығы қатты үлкен объективтар, мысалы бағасы қымбат қымбат да. Ал именно мобильный съемка бізде Қазақстанда жақсы дамып келе жатқаннан кейін бір жерден штатив алғым келеді. Мысалы менде көп қой, студенттер көп оқиды да, и мен сөйтіп Асхат штатив қайдан алдыңыз, и мен айтатын жер жоқ та, короче, айта алмаймын мына жақтан алдым деп бар ғой, потому что мен бір магазинде алғам, технодан алдым, ол қымбат та, сөйтіп алғанда 40-30 мың, там 60 мыңға дейін кетіп қалады мысалы. жас мобилографтарға жас қиындау. ол қиындау болады. И мен ойладым, блин, если мобилога дамып жатса, онда как раз мен де ойладым, сондай магазин ашайын, шоп ашайын, өзімнің приложениемнің ішіне шоп ашып қойып, қойып қойын, короче, осындай объективтар, чехолдар, штатив, петлички, микрофон. И случайно сол маған таргеттен шығарды ма, бір нәрсе болады, рекқа шығып кетіп, случайно көріп қаламын. И қарасам, көріп қаламын, лайк басам, о, прикольно, креатив, маған бірден креатив зашел. Креативтің ар жағында сразу идея болды да, ана жерде штатив сатып жатқан, петличка сатып жатқан, ничего себе, лайк бастым, потом болып сізде жаза бастадыңыздар да, уже кездесіп, блин, тема как раз менде осындай идея болды, мә молодцы деп кездесіп не істеп кеттік қой сразу. Күшті кетті сол кезде вообще. Басында біз негізі оған дейін бізде тағы проекттер болды, біз құрма саттық. Құрма Репаблик болды. Бізде бәрі через Репаблик, Муслим Репаблик деген болды. Біз Құран лампалар саттық. Сөйтіп, оларды да жақсы жүргіздік, Аллаға шүкір. Бірақ енді несі қатты құрма мысалға бізде оразада ғана жерінде. Сезонный ғой. Иә, сондай. Сөйтіп, нелерді көрдік та, жаңа микрофон ғана бірінші, ең бірінші андай. К8 деген микрофон, көп бәрі білетін шығар, контент-мейкерлер. Сөйтіп, как раз партнерім айтады, мә, осындай бір қазір мобилография қатты дамып жатыр, бір сондай дүкен болса ғой деп. Сөйтіп бір екеуміз армандап, бисмилля деп бастадық та, Аллаға шүкір, жақсы ниетті. Енді қазір одан кейін біраз дүкендер ашылды сондай контентке. Дүкендер көп, енді жалпы оған дейін де оларда болғанда шығар, мысалға біраз дүкендер бар, бірақ именно андай эмоция сыйлап, халыққа бір сәл есте қалатындай креативпен кірген соң біз енді Mobile Republic, енді мен айтпаймын, біз ойбай топ-1-біз деп, біз мы лучшие демеймін, бірақ именно бір жерге барған кезде, Mobile Republic деп уже бізді қуана-қуана қарсы алады, өйткені біз енді бір өзіміздің роликтерімізбен бір эмоция қалдырып оларға ұнап деген сияқты есте қалғанбыз. Сіздердің еще мерчтарыңыз бар өздеріңізде? Иә, бізде контент-мейкерде Құлан KZ деген дүкенмен совместно коллаборацияда бізде именно контент-мейкер, мобилограф деген киімдеріміз бар, футболка, кофталар. Вообще мобилографқа біздің елде негізі хайповый тема да, жақсы дамыған. Вообще мен білмеймін, менің ойымша самый әлем бойынша бірінші орында шығармыз біз мобилографиядан, өйткені ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі ғой қазір. Қазіргі уақытта қазір бәріне керек қой өзі. Любой, особенно кәсіпкерлерге. Кәсіпкерде сенде қазір инстаграмың болып, сен кәсіп жасап, немесе личный бренд не болсын, сен обязательно мобилограф болу керек. Мобилографтар қазір өте көп. Бірақ именно мен кейде мобилографтарға андай ішім ашитын жерім бар енді. Мен де ішім ашитын. Сол жөнінде айтып жүріңіз, толық вот қандай нелер көресіз? Более андай как көбі біріншіден хотят деньги заработать, приоритетте ақша. Мысалға бізде жас мобилограф жігіттермен кеткен кезде олар сразу хотят 500 мың, 1 миллион, условно. Ол жақсы, наоборот, табу керек, ол ақша көп табу керек. Бірақ ол приоритетте болмау керек та. Ең бірінші орында. То есть, если бірінші орында ақша болса, мысалға мен сізге проект жасаймын, біз сізбен келісеміз, мысалға там 10 Reels бір айда дейміз да. Менің ойымда ақша болады да. Тезірек сізге ана әйтеуір бүйтіп 10 ролик жасап беремін. Иә, и сізден миллион теңгені алып аламын, жүре беремін. Андай жоқ та, типа, блин, как бы сізге ол мощный ролик жасауға деген сияқты. Просто енді білмеймін, бәрі сондай деп айтпаймын, бірақ көбінде сондай мен сталкиваться етіп жатырмын. И содан кейін стандартный нәрсе өте көп та, өте көп тренд қайталайды. Біз өзіміз енді сәл оған қарсымыз. Бір тренд шыға ма? Мен тренд дегенде сен жаман жек көремін өзім. Мен негізінде тоже, ол да жақсы шығар, ол может быть, ана Инстаграмның өзінің алгоритмдары бар мысалға. Хайповать, хитовать етіп жатқан нәрсе мүмкін сразу просмотрларға кетіп қалады. Бірақ біз именно мысалға бір
тренд шыға ма, таңертең шыға ма, кешке уже бүкіл лентада, бүкіл цветочный магазин, кофейня, Мгм. бәрінде сол болады да. Мгм. Ол білмеймін қаншалықты ол дұрыс, қаншалықты ол жақсы. Өйткені сен өзіңнің почеркің болмайды, сенің бір изюминкаң болмайды да, ол сен. Тем более біреудің істеген трендін одан бетер оны біз дамытып жатырмыз ғой, популяризировать етіп жатырмыз ғой сол трендті. Я солай түсінемін да, то есть біз біреудің, мысалы Сәкен деген біреу тренд жасады, М, ойлап тапты да, и тұрады да бәрі соны қайталап кетті. Ал қайталаған адамға ол ештеңе болмайды, хорошо просмотр болды, көп қаралым болды да, бірақ оған ол ешқандай ақша, табыс алып келмейді. Адам бүйтіп көрді, о, прикольно, тренд көрді, өтіп кетті, пролистал. Дальше оған кіріп, сақтап, оны репост жасап, доспен бөлісіп, немесе оның бір услугасын, қызметін ба, товарын алып, ондай ақша болмайды да. Но хайп кімде? Бірінші первый источник кім жасады? Сол айтады да, айтады, трендті мен шығарған ғой деген сияқты. И сол үшін мен трендтерге қатты особо қызықпаймын. Но есть андай трендтер бар, которые американский трендтер бар да, жақсы. Прямо үлкен теманы қозғайтын, глобальный теманы қозғайтын жақсы трендтер бар, который әдемі картинкамен беретін. Вот сол кезде, то есть сол трендті алып алып, әдемі сочный картинкамен берсең, одан жақсы табыс табуға болады. Сол кезде өтеді да. Ал в основном біздегі жүретін трендтар осы СНГ-да, біздің Қазақстан трендтар көбінесе неден келеді, осы СНГ-дан келеді негізінде. Айналып келіп осы ортада жүре береді, топ істеді. Біз енді мысалға мен айтпаймын, что типа ойбай біз копировать етпейміз, ештеңе етпейміз. Біз мысалға көбінесе кинодан вдохновение аламыз, вдохновение, шабыттанамыз. Біз мысалға кейбір сахналарды сол жақтан сол сахналарды жасаймыз, мысалға ролик ретінде түсіреміз. Бір мысалға бір кинода бір сахнаны көріп қаламыз, вау, мынау күшті екен, мынау ана штативтің анасына келеді, ана жерге келеді, давай көрейік деп. Текст өзгертсең, уже тура сәйкес. Примерно, біз енді, и то біз сол кезде өзіміздің бір тура солай қайталамаймыз, просто свое видение өзіміздікін береміз де сол жаққа. Ол, в принципе, ол нормальный практика, нормальный нәрсе. Квентин Тарантино да айтады, сен дейді, даже егер қазір біреудің киносын толықтай копировать етіп түсірсең, ол бәрібір дейді сенің киноң болады дейді, сенің видениең. То есть сен өзіңнің видениеңді, өзіңнің бір почеркіңді сол жаққа кіргізу керексің. И почему бы и нет, да? Просто именно жаңағыдай мысалға примерно макиба деп шығады, болды, бір апта ол макиба любой жерде, бүкіл жерде. Ол андай легкий путь, да? Все, тренд, давай. То есть погоня за просмотрами, за лайками. Ол не всегда 2 миллион, 5 миллион это хорошо. Мысалға болады, бір ролик 5 миллион просмотр болады, но ол как кәсіпте сен продажаңа вообще әсерін тигізбейді. Продажа болмайды сенде. Подписка болмайды деген сияқты. Кейде даже мысалға лучше качественный 10 мың просмотр, который да, 10 мың болды, соның 10 мыңның 100 адамы, 200 адамы сенен сатып алды. Вообще тема. Ну это круто, да? Кәсіп ретінде қарайтын болсақ. А бізде қазір именно жастармен егер сөйлессеңіз, олардың бірінші сұрақ, инстаграмың қандай дейді сен. Инстаграмды қарайды, все, сен ол инстаграмға қарап сен оценивать етеді. Насколько ты авторитет, не істе, так, ол сенің паспортың сияқты ғой. Қазіргі не ғой, біздің баяғыда мен бухгалтер болып істейтін кезде резюме сияқты ғой. Инстаграм біздің қазіргі креативный резюмеміз ғой. Креативный резюме. Вообще мощно. Ол жақсы бір жағынан, то есть ол қазір енді инстаграм бәрінде болу керек деп ойлаймын. Біз всегда даже айтамыз, қазір сенде СТО болсын, кішкентай самсахана болсын, не болсын, сен инстаграмда болу керексің. То есть ол прям именно сенің продажаңа прям әсерін тигізеді. Инстаграмда болмасаң, значит, для қазіргі уақытта тебя не существует деп сөйтіп қабылдауға да болады. Ол да кімнің Марлон Сенбайтын тоже несін айтады ғой, подкасттарында. Если тебя нету в Инстаграме, если онлайнда болмасаң, тогда вообще тебя нету деген сияқты. Кәсіпте ол сен жоқсың. Қазір еще қаншама немен онлайн бәрі Қытайдан тапсырыс береді, неше түрлі. То есть қатты дамып жатыр ол. Ол қазір уже біз көп нәрсені жейтін тамақ болсын, не болсын, біз онлайн кірдік, қарадық. Кейде болады ғой, мысалға мен өзім қараймын, анандай бір видео шығып қалады, бір кафеда бір нені, бір ет па, или там бір бургер көреді видео, и сол видеоны көріп мен жегімге кетеді, и мен барып жеймін оны. То есть причина это видео болды, это контент болды, да. И чем больше, чем он у тебя креативнее, соғұрлым ол сенің жалпы дамуыңа, өсуіңе, ақша табуыңа әсерін тигізеді.
керемет. Енді бағана әңгіме айтып отырмыз ғой. Сіз қазір креативный агентство құрып жатыр екенсіз, Аха. сол жөнінде айтып жібересіз ба? Ол қандай агентство, қызметіне, вообще нарыққа ол қандай пайдасы бар? Ол креативный агентство MR Production деп біз ат қойып аштық. Не себепті біз аштық? Бізге қазіргі уақытта көп біздің таныс болсын, таныс емес болсын, біраз кәсіпте жүргендер бізге осындай рекламный ролик керексіздер дегендей, осындай бізге түсіріп беріңдерші, қанша болады деп көп запростар кетті де, одан кейін біз глупо этим спрос бар, и біз оған предложение бермесек, ол ақмақтық деп санадық та, сөйтіп аштық, тест жасап көрдік, қолдан келеді. В принципе, енді мен айтпаймын, ойбай 100% бәріне ұнайды деп. Мүмкін ұнамайтындар да бар шығар, бірақ в основном көбіне ұнайды біздің сол креативный роликтар. И біз соны енді бісміллә деп бастадық. Ол кімге керек? Ол қазіргі уақытта ең бірінші, наверное, бренд кәсіптерге керек. Ол сенің бір продукт бірдеңе сатасың ба, даже тіпті мысалға мынау студияға ол керек. Өйткені мына студияға клиенттер келу үшін реклама керек. Ол рекламаң жасау керек. Ол просто так, мысалға қазір студия Silver Production на улице Макатаева приходите десең, ол өтпейді. Ол өтпейді, ол просто так, ол да болу керек, информативный бір нақты, где мы находимся и так далее. Бірақ почему именно эта студия? Қандай құндылығын жеткізіп, қызықты как ол есте қалады? Ол мысалға былай ғой, қазіргі уақытта біз акцент штативқа, өткенде мысалы мынандай жағдай болды, мен самокатпен келе жатырмын, и летникті біреу бүйтіп айғайлайды маған, брат, штатив дейді. То есть уже мені көрген кезде штатив еске түседі. И также мысалға бұл адам студия керек деген кезде осы студия есіне түсу керек та. А ол есіне қалу керексің сен, жаңағыдай бір необычный нәрсемен қалу керексің. И сол необычный нәрсені біз жасап жатырмыз. Біз сюжетный роликтар, көбінесе сюжетный бізде акцент. Өйткені ол бір эмоция қалдырады. Адам деген деп өйтіп күліп қарайды, досына жібереді, комментарий жазады. Даже ол сақтап алу мүмкін ғой. Ол бір күліп есіне қалды да, ол ертең мүмкін бір жылдан кейін ол штатив керек еді қызыма, үлкен кісі мысалы штатив керек дейді, ой, ана бір балалар бар еді ғой деп сол штативті алады да бізден примерно. И каждый брендтің өзінің кофейня болсын, қандай шаштараз болсын, любой біз тіпті қазіргі уақытта андай картоп сататын адамдар, соларға да тоже можем. Бізде біраз енді сандықта жатқан идеяларымыз бар, сондай картопке деген сияқты, или там вообще кез келген бизнеске идея ойлап тауып түсіруге болады. Любой бизнеске түсіруге болады. Былай айтқанда ғой, мысалы құрметті көрермендер да, бір инсайт та осы жерде айтуға болады, что бағана айттық қой, біз тренд дедік қой. То есть біз біреудің трендін қайталаймыз көбінесе. Вообще аудитория негізінде тренд қайталайды да, и дальше соны істейді, чтобы там көп просмотр жинау үшін. И мен айтайын деп едім осы жерде, трендті қайталамаңыздар, наоборот, трендті сіздер өздеріңіз создавать ету керек. Вот мысалы сіз жаңа самокатқа кетіп барасыз, штатив, значит, он где-то соны көрді сіздің видеоңызды, и он сақтап қалды да эмоциясыңызбен. Сонда бұл жерде уже нейромаркетинг қатты ойнап жатыр да. Кез келген нәрсе, менде жаңағыдай әртүрлі кітаптар көргем да, что адам бір нәрсені көрген кезде сода эмоция алатын болса, деп таңғалып, или бір эмоциональный бір зат болатын болса, ол адамның есінде қатты сақталып қалады екен. И подсознательно қалып қалады да, и кейін сізге мысалы маған стакан керек болды ма, бұл стаканды мен кезінде бұдан 2 жыл бұрын бір эмоциямен көрген шығармын, рекламамен мысалы да. Сразу маған сол бренд есіме түседі да. Сол кезде сіз сондай вирусный трендті өзіміз создавать ететін болсақ, сол кезде ертең ол бір айдан кейін или 2 күннен кейін немесе 1 жылдан кейін сол көрген адам сразу сол адаммен ассоциировать етеді. Ол работает. Пайдасына келеді. Еще бізде, мен байқағаным, бізде қазіргі уақытта енді жалпы біз жарнама керек, жарнаманы түсініп жатырмыз да. Мысалға алпауыт компаниялардың бірі Coca-Cola. Coca-Cola'ны бүкіл әлем біледі. Бүкіл жерде біз мысалға Африканың, Нигерияның бір быт-шыт районда болдық. Сол жердің өзінде Coca-Cola нелері бар да. Олар реклама постоянно жасайды, постоянно. Мысалға қазір біз газировка ішкіміз келсе, сразу ойға сол келеді, сол напиток келеді.
енді қатты пайдалы емес, оны күнде ішуге болмайды. Иә. Бірақ олар соны біледі да, олар реклама жасай береді. Праздник к нам приходит обязательно. Они байқасаңыз, олар эмоциямен жасады ғой. Всегда Да, эмоциямен, да. семья, уют, Иә, там, иә, жылулық, иә. сондай да. Ал ол мысалы мен де байқадым да, что когда осындай Nike сияқты компаниялар, Louis Vuitton, Coca-Cola Эмоция компаниялар береді эмоциямен береді. Жилет то же самое да, мысалы. Ол айтпайды ғой, ана Coca-Colаның ішінде газының құрамы осындай, ішінде жаңағы Иә, кофеиннің иә, құрамы осындай иә. айтпайды ғой. Олар чисто эмоциямен. И көрген адам айтады, мен де қазір соны ішсем, мен де сол сияқты ана видеодағыдай бақытты боламын деп не қылады. Иә. То же самое кім Apple да солай істеді көбінесе. Apple-дың да рекламаларын қарасаң, чисто бір нәрсе болып жатады видеоларында ше. Ал Прямой продукты не прямой продукт көрсетпейді, онан мегапиксель осындай, ол отдельно, ол несіне характеристикасын басқа роликте көрсетуі мүмкін. А бірақ основной роликтерінде Apple осы Nike сияқтыларда постоянно эмоциямен істеді ғой. Иә. Nike-ның рекламаларын мен зерттеймін, қараймын, олардың олардың құпиясы неде? Көбінесе бір спортты көрсетеді, постоянно Біреудің арманы орындалады. арманы Ана орындаған. жалаң аяқ, Иә, бір бала, иә. қара бала, кроссовкасы жоқ. Сөйтіп армандайды, ана Армандайды. кроссовканы кетті олимпиададан ұтып алады примерно. Ол Иә. сондай ой қалдырады да. Жаңағы айтайын дегенім, бізде қазір біреу келеді, бір реклама керек дейді, бір 30 мыңға түсіріп берші дейді. Мгм. Сосын тұрасың да енді, мен енді не за то, чтобы вот любой реклама қымбат болу керек деген сияқты. Но неғұрлым реклама қымбат болады, соғұрлым оның сапасы да жақсы болады, соғұрлым бәрі күшті болады. Энергиямен болу керек по-любому. Иә, еще бір жағынан былай ғой, мысалға сіз білесіз, көбі контент саласында түсіріп жүрген адамдар біледі де, бір 20 секундтық роликтің түсірудің өзіне, даже мысалға қазір мына жерде жігіттер отыр, қаншама техника, свет бар да, ол үлкен көп адам жұмыс жасайды, көп уақыт кетеді. Оның әрқайсысы тиын да, мысалға біз өткенде Урба кофеға ролик түсірдік, сол кезде бізде площадкада ана ролик 30-40 секунд хрон, бірақ 30 адам жүрдік. 30 адам жүрдік, оны бір бізде кейін монтажы болды, цветокоры болды, ұзақ уақыт кетті да. Оны көбі біле бермейді, деп ойлайды, типа, 1 минут, что там 1 минут. 30 түсіре саласың ғой деп. Иә, түсіре саласың ғой, бүйте саласың ғой. Артында қаншама еңбек жатқанын көбісі бағаламайды дейсіз ғой. Иә, оны егер дұрыс жасасақ, оны біраз жалпы тағы да айта кетейін дегенім, не себепті біз осы креативный агентствоны етіп, креативный роликті жасап жатырмыз. Өйткені бізде біраз продакшндар бар. Қазақтар емес, басқа ұлт азаматтары, тіпті басқа елдің азаматтары, солар не бір топовый рекламаларды түсіреді. Өйткені үлкен компанияларда енді білмеймін, мүмкін мен қателесуім мүмкін, оларда андай қазақтар жасай алмайды деп ойлайды да. Қазақтардың қолдарынан келмейді. Сол бюджеттері бір роликке. Ойбай, көп ана жақта 20 миллион, 30, 50, 100 миллион сондай чектар кетіп қалған енді кәдімгідей. Ол үлкен брендтарға. Содан кейін олар соларға барады, өйткені олардың опыты бар, олар жақсы жасай алады. Иә, олар күшті, өте мықты профессионалдар. Бірақ қазақтар да істей алады да. Істей алады. Просто оны білмейді, істей алады. Даже қазақтар, менің ойымша, одан да жақсы істей алады да. Өйткені енді жалпы мақтанған жақсы көреміз ғой. Бізде андай жалпы қазақ өзі креативный халық қой. Нестандартный. Любой қазақ бар ғой. Любой жерге барыңыз, қазақтың өзінің бір мышлениясы бөлек. Мысалға, енді ол біз кезінде көшпенді болған кезде бізге постоянно ауа райы өзгеріп тұрады. Жайлауға кетеміз, мына жақтан қасқыр келеді, мына жақтан жоңғарлар келеді. Бізге резко адаптироваться ету керек, тез шешім қабылдап әрекет жасау керек бізді. Бізде былай да, мысалға, қазір бір қазақтың жас баласына мобилография енді почему бүйтіп бум болды да. Өйткені, в принципе, мен айтпаймын ол оңай нәрсе деп. Ол оңай нәрсе емес негізінде. Ол художник болу керексің сен, дұрыс түсіру, әдемі түсіру үшін. Бірақ жастарға көрсетеді, так, қараңдар, мынаны былай жасасаң, былай жасасаң, олар бүйтіп қарап-қарап үйреніп алады да. Сосын мощный нәрселер жасайды да. Бізде мысалға енді кәсіп саласынан келген кезде, енді мен ойбай кәсіпкермін, мен там или маркетинг саласында прям мықты біліммен келген жоқпын. Бірақ біз креатив арқылы алып шыға аласыз, иә, соны өзін сенесіз. Біз енді мысалға маркетинг саласында біз бір нәрселер жасадық қой. Жаңағыдай контент маркетинг дейді ғой. Біз оны көп нәрсені неосознанно жасаппыз. То есть біреу айтады, мынау ана инструмент қой дейді да, бұл анандай дейді да, бір теория жүзінде. А біз оны білмейміз.
Оказывается, біз оны бүйтіп әйтеуір методом пробы и ошибок соған келдік та. То есть қазақтар жасай алады. Қазақтардың қолынан неше түрлі әлемдік деңгейде нәрселер енді қазірде жасап жатқан қаншама азаматтар бауырларымыз көп қой. Бірақ жалпы айтайын дегенім осындай креатив саласында келіп вот қазақтың жігіттері бар ма, реклама түсіретін, креатив жасайтын, ондай қазақтың жігіттері өте көп. Қазақтың қолынан келеді, жасай алады. Өте нестандартный еще. Басқа мысалға көрші елдерді алатын болсақ, ол жақта мен енді тіпті Россияны алатын болсақ, үлкен держава, бірақ олардың КВН алсан, или там киноларын алсан, бір андай бір плоский ма, ровный андай бір. Есть такое, да. Как-то вроде бы и смешно, но чего-то не хватает. Бізде мысалға Астана КЗ командасын алатын болса, Казахи, Спарта, СНГ-ні шулатып жүрген. Олардың өзінің бір андай изюминкалар бар да, колорит бар да, андай бір необычный, бір есте қалады, бір бүйтіп вроде бы ойлап келе жатасың, қазір былай кетеді, а ол резко бұрылып кетеді деген сияқты. И ол әр қазақта бар. Қанында бар да ол. Просто оны ояту керек. Енді мен айтпаймын, әр қазақ креативші болып кету керек деген сияқты. Әр өзінің жолы бар деген сияқты. Бірақ казахи умеют. Много чего умеют. Соны қазақтарға сеніңіздер. Тема. Так что қазақ болғанда мақтанамын дей ма? Аллаға шүкір, қазақ болып туғанымыз Аллаға шүкір. Текті халықпыз ғой, негізінде бізде қанымызда бар, дұрыс айтасыз. Кез келген нәрсені біз тез үйреніп алып, тез адаптация болуға гибкиміз да, потому что то же самое қазақ біздің киіз үйіміз бар ғой, өзіміздің да. Жаңа кереге, шаңырақ дейміз ғой. Мобильный ғой ол. Тез жинап алдым, мысалы андай ғой, қыстауда қыстайтын болған, жайлауда жазын жайлауға барып не істейтін болған, и көшіп қонып не істейтін болған, и мобильный болған да. Тез жинап алады, апарып қойды, сол жерде өмір сүрді, все, басқа жаққа қалай барады, не қылады. То есть адаптация бізде білеміз да, барлығын. Сол жағынан білеміз, кәдімгі бізде ғалымдар. Любой жағдайға, иә. Даже кез келген ғалымдарымызда өте баяғыда күшті мықтылар болған ғой. Ауа райын айтып беріледі, қандай болады да. Айға қарайды да сразу, все, ертеңгі ауа райы осындай болады. Так, значит, жайылымда андай болу керек деген сияқты. Даже астрономияны қатты зерттеп тастаған да біздің қазақ еліміз. Адаспай, адаспай кәдімгі жол тауып та. Темір қазық кең байтақ жерден. Темір қазық деген да, атының өзі андай да. Темір қазық. Ол всегда полярная звезда ғой, жаңағы Ош айтқан кезде. Ол всегда бір точкада тұрады, даже аспан бет болса да, всегда ол не ғой, өзінің астрономия сондай да. Қалай олар соны білген деймін да, мысалы. Телескоп сызақ дегенде мысалы да, баяғыда енді оны Коперник, Галилео дегенде зерттеп айтқан ғой. Біз оны кәдімгі аспан қарап, зерттеген ғой аспанды. Еще получается бәрі білген ғой, мысалға былай қарап тұрсаңыз, қойшы дейді да, типа қойшыға бір андай, қойшы деп қарайды да, хотя тоже андай мысалға қандай ма, ол андай ветеринар, еще жаңағыдай астроном дейсіз, еще табиғаттың ол білет, жел соқса, бітті қазір жауын жауады деген сияқты сондай нәрселер. Тіпті етті жіліктеудің өзі. Ол деген бізде. Ол көп ұлттарда жоқ қой. Біз ана Нигерияда болған кезде қой сойғанын көрген кезде в шоке болды ана жерде, құдай сақтасын. Жалпы енді қазақ туралы айта берсек кете береміз ғой, құдайға шүкір, қазақ болып туғанымызға. Жалпы енді қазақ басқадан артық деп айтпаймын. Енді прям артық жер жоқ, бірақ өте бір необычный, креативный халықпыз. Креативный, слово креативный. Так что кез келген жерде всегда әрқашанда видеоларыңызда креатив болатын болса, ол әрқашан трендта болады. И айттым ғой бағана, трендті өзіміз жасауымыз керек, қайталамауымыз керек. Енді бағана кино деп жатырмыз, сіз қанша киноға түстіңіз осы уақытқа дейін? 300 бе деп. Аумин деп. Амин. Енді толық метражды кинолар бір 5-6 шақты шығар. Соның ішінде басты рөлдерде 3 кинода басты рөлдерде ойнадым. Соңғы киносы Адам бол кино қазір показ болып жатыр кинотеатрларда. Нигериямен совместно жасаған кино. Жалпы шетелде түскен екінші кино, Круиз деген киноны Европада түсіргенбіз, круизный лайнерда. Ол кезде де Қырғызстан, Қазақстан, Ресей 3 мемлекет бірігіп жасады. Осы киноны Нигериямен бірігіп жасадық. Бұл құдай қаласа Netflix-қа шығады деп отырмыз. Бұл кино өйткені бұл бізде прокатқа шықты, және де Нигерияда. Біздің версиясы басқа, ол жақтың версиясы басқа. Ол
Нигерияда Netflix Нигерия деген бар, бүкіл Африкаға контент жасайды. Сол болса, Құдай қаласа, біз енді қазақтың алғашқы Netflixқа шыққан киносы боламыз, Құдай қаласа. Вообще керемет. Содан енді сериалдар бар, тағы сериалдар бар. Енді соңғы жылдар өзім именно кәсіпке, контентке қатты маған ұнайды осы нәрсе. Именно өйткені біз қазір киноның опытын осы рилстарымызға, контентке енгізіп жатырмыз. То есть біз кішкентай кинолар жасап жатырмыз. Давайте сол рилс туралы кішкене әңгіме қозғайық, аудиторияға бір пайдалы ақпарат болсын. Вообще қазір рилста қалай жақсы просмотр жинап, жақсы просмотр дегенде мен көп миллион просмотр деп тұрған жоқпын, сол просмотрды қалай ақшаға айналдыруға болады? Так, вообще біздің ойымыз былай да, біздің команданың, что нақты бір формула жоқ та. Условно қазір Mobile Republic'та именно продажаны біздің өзіміздің воронка дейді ғой. Сол нәрсе мүмкін қазір бір басқа тура сондай неге келмеуі де мүмкін. Мысалға, ол там енді әркімнің өзінің индивидуальный бір несі бар дейді ғой, жолы бар дейді ғой. Сол үшін біз қазір консультация береміз. Мысалға, Инстаграмда анализ жасаймыз. Ол қандай товар, оны кім сатады, оның аудиториясы қандай, оның контенті қандай. Мүмкін оған больше технически информативный сухой не керек та. Примерно оны зерттеу керек, оны тест ету керек та. Бірақ әр жерде өзіңнің бір почеркін табу керексің ғой. То есть ол опять же креативпен болу керек, повторюсь. Бірақ ол андай біреудің успехын алып, соны тура солай жасау ол қате деп ойлаймын. То есть контентті прям надо индивидуальность керек. По-любому ол жаңағыдай сөйлейтін адамға дейін, мысалға кім, кто лицо, біреу мысалға памперс сатады, ол памперсқа мысалға мен келмеуі мүмкін. Примерно ол әйел адам деген сияқты. То есть каждыйын өзінің бір жеке отырып разбор жасау керек. То есть біз мы бы могли типа вот курсы по рилсу, по креативу деген кезде, то есть енді білмеймін, мүмкін ондай бір формула бар шығар, бірақ біз ол формуланы білмейміз. Бізге ол прям андай зерттейтін жұмыс. То есть бір Инстаграмды алып толықтай зерттейсің, қарайсың, ошибкаларын қарайсың. Потом біз всегда 3-4 бағыт ұстанып тұрамыз. Мысалға, таргетный роликтер бар. Ол нақты, ол призыв болу керек. Ол андай, ол 15-20 секунд болу керек деген сияқты. Потом андай эмоция вызывать ететін роликтер болу керек. Потом именно обзорный роликтер болу керек. Мысалға, осындай стакан, то есть ол керек нәрсе. Өйткені сіз қазір эмоциямен біреуді ұстап алдыңыз, ол сізге кірді, сіз кірген кезде бүкіл сұрақтарға жауап болу керек. Қандай стакан, қалай, что, размер қандай деген сияқты. Ол обязательно керек нәрсе. Обзорный видео болу керек. Обзорный ол обязательно болу керек. Таргетный болу керек. Таргеттің тоже бірнеше варианты болу керек. Ол қарау керек. Ол опять же мысалға таргетке жүрген кезде бір видео уже көрініп тұрады. Лид әкеле ме? Аха, ол значит осы бағыт тұру керек. Біреу может быть жақсы түсірілген, бірақ ол продажа сен клиенттерге әкелмейді да, оны сен сразу отказываешься. То есть опять же жаңағыдай енді метод пробы ошибок, либо зерттеу ғой, әркім индивидуально. То есть сен жақсы көру керексің. Өзіңнің кәсібіңді, өзіңнің инстаграмыңды деген сияқты. Содан кейін бір жағынан, наверное, мамандарға сену керек, кәсіпкерлерге. Мысалға, мобилограф шақырған кезде мобилографқа уже сену керек. Потому что ол кісі келді, ол білет, қалай түсіру керек, не түсіру керек, оны да өзін. Қазір, кстати, мобилографтар вообще это просто целый продакшн ғой. Тұрғанда. Ол режиссер, сценарист, ол кейде актер, ол монтажер, цветокор. Бір адам деген келетті, прям светін бәрін қойып, звук қайдын қойып береді десе. Звук қойып кетеді, еще идея етіп кетеді. То есть көбі идеяны күтеді, мысалға. Но кинода сәл басқандай. Кинода әр адам өзінің маманы. Ол операторсың ба, сен тек операторсың. Операторлар тіпті олар даже камераны қасына көтеретін адам болады, техник болады, фокусты бұрайтын адам болады, монтажды бір адам жасайды, цветокорды басқа адам жасайды деген сияқты. Біз сол жолмен бара жатырмыз. Біз кинорилс деген соң, біз енді шағын болса да солай тұр. Кино бір минуттық роликті бізде мысалға отдельно бір адам түсіреді, отдельно монтаждайды, отдельно
бояйды деген сияқты. Мгм. И Менде бір идея келді да, жаңа сізбен бағана осы подкасттан сөйлесіп отырған кезде. аха, Бағана сіз айттыңыз, бір сондай рилс түсіру, бір компанияда, компания А дейік та, мысалы, А деген компания. мгм, Соның бюджеті примерно 3 миллионға, 4 миллионға дейін барады дедіңіз. мгм, Но ондай бюджетте ол полный команда кетіп қалуы мүмкін да. мгм. Енді сол бюджетті қалай можно оптимизировать? Чтобы, мысалы, сіз как өзіңізге бір пайда қалатындай болу керек. Мгм. И как бы анау заказчикке де қымбат болмайтындай баға болу керек та. Осы жерде қалай выход табуға болады? Бұл жерде енді Мен бір жауап көріп тұрмын қазір. Бірінші сіз айтыңыз, потом мен өзім айтамын. енді менің жауабым ол бірінші, егер де мысалға менде өзім техникам болу керек, полностью камера, жаңағыдай светтер, одан кейін сіз кәдімгідей қиын сұрақ қойдыңыз бар ғой, андай оптимизациясын қалай жасауға болады деп. Мен просто бухгалтер болғанмын 10 жыл. А. Я знаю, как оптимизировать. Бізде просто әр роликқа просто индивидуально ғой ол. Мысалға бізде роликтар бар, который вообще бюджет кетпеген. Мгм. Біз ол енді кадрда мен, свет ар жақта түсірді. Мен өзім және де қойдым. Еще 15 секунд, бірақ ол енді затрата болған жоқ, но эффект күшті болды Күшті да. болды, иә. Идеясы күшті да, андай Мгм. бүйтіп. Былай, ты не урод, у тебя нет света дейміз да бүйтіп. Ага. Бірінші светсіз, потом светпен Иә, наглядно иә, көрсеттік, иә. и тебя прикольно, просто не было да, света дейсің да, ғой, и өтті, короче, ол Мгм. залетел. Ол жақта расход бізде болған жоқ. А бір роликтер бар, прям 2-3 күн уақытымыз кетті, қаншама ақшамыз кетті. Сол үшін мен қиналып тұрмын, оптимизировать еткен кезде. Для кого? Кәсіпкерге ме? Иә. Кәсіпкерге. Кәсіпкерге и өзіңізге. Мысалы, вот 3 миллионға түсірдің бір компанияға. Мгм, Компания аға сен 3 миллионға түсірдің да. мгм, И сенің кеткен расходың соған жаңағындай художникке беретін бар, фокус пулерге бересің, световикке бересің да, гафелерге, может массовкаға бересің деген сияқтылар болады. Техникаларға, там аренда помещение, локация бәрін беретін ақша. И өзіңе бір 200 теңге қалды да. Себестоимость жаңағы сіздің ненің сол рилс түсірген себестоимость 2.800.000 болды. Сізге 200 теңге қалды. И сіз оны 4-5 күн уақытыңыз құрып түсірдіңіз. Чтобы И стоит ли оно того деген сияқты сұрақ қой. И ал енді келесі компания баға сол сияқты ролик керек, бірақ соны қалай соның өзіндік құнын азайтып, чтобы сізге доход өзің көп қалатындай деген сияқты сұрақ қойдым ғой мен. Қалай істеуге болады? өзің бағаң қымбат болу керек шығар, наверное. Біз енді қазір біз үшін ең қымбат идея, ең бірінші орында ол. Мгм. Неважно, қандай камера болсын сенде, Мгм. қандай свет кім болсын, идея ғой. Мгм. То есть ол идеяң егер Айналып келіп креативқа кетесің ғой. иә, егер мысалға қазір сондай деңгейге құдай қаласа жетіп, Мгм. уже там идея осынша тұрады деген. То есть мен ол жерде в принципе бір кофемді ішіп, балалармен, командамызбен Мгм. отырып 1 сағат 2 сағат уақытымызды кетіріп, Мгм. можем нормально табуға, тек Мгм. идеяны ғана нетуге. Мгм. Бірақ көбі тоже опять түсінбейді да оны, сол в смысле за идею столько платить деген сияқты. Бірақ енді қазір біздің өзіміздің бағамыз бар Мгм. идеяға, таргетный рилсқа идея деген сияқты, или сюжетный, тек қана идея. Мгм. Но екінші момент бар, как его подать. Мгм. Оны дұрыс ракурсы бар деген Иә, сияқты, дұрыс иә, несі, иә. реквизиті бар, оны Иә. тоже. Сол үшін мынандай білетін адам істеу керек соны барлығын, по-любому. Врач емдеу керек, там тағы басқа әркім өзінің жұмысын жасау керек. Оптимизацияға енді сіз жауап берсеңіз, қалай? Мен енді өзім жауап таппадым. Примерно мен енді өзімнің немді бағамды көтердім деп солай ғана таптым да, пока что. И техника, плюс техника өзімдікі болса деген сияқты. И мен ойлап тұрмын, мобилограф керек, мощный. Который бағана айттыңыз ғой өзіңіз. Мобилограф ол бағанаға айтқан светті қоя алады, кадрды қоя алады, звукын күшті қойып бере алады, локациясын таңдап бере алады. Идеясы болатын болса, бір мобилографпен де жақсы идея болады, именно креативті ғой, жаңа айттыңыз, бірінші очередь идея болса, и соны күшті қылып упаковать етіп подачасын беретін мобилограф болатын болса, который жақсы түсіретін да, осы кезде жақсы жасауға болады, оптимизация жасауға болады. Мысалы 3 миллионға чек алдыңыз бір компаниядан. Қазір именно мен уже көзім жетті, айфондар уже
камера сияқты сапа беретінге ну айтпаймын, что iPhone ол камера асып кетеді. Ол Иә, жетпейді, никогда ондай болмайды. Иә, Но он может немножко догнать, сол уровеньге жеткізуге болады. Все равно Инстаграмда ариға түсіргенмен, қазіргі ең қымбат камераға түсіргенмен, бюджетный камераға түсірген кезде, если сен ол жердегі кадрың дұрыс болмаса, жарық дұрыс болмаса, особо разница болмайды. Сол үшін оны мобилографтың свет қоятын мықты қабілеті болу керек. Бірінші. Екіншісі ода күшті идея болу керек. Мүмкін идея өзіңізде болуы мүмкін, или мобилографта болуы мүмкін. Үшіншісі ол кадр қоя білу керек. Вот кадр қойып біліп мықты істеп беретін болса, и на iPhone 15-ші iPhone-ға да жақсы кадр алуға болады. Прям сок кадр. 100%, иә. Ол бізде біраз роликтер iPhone-ға түсіргенбіз біз. Тем более сайт дұрыс. Иә. iPhone-ға түсірген роликтер, телефонға түсірген роликтер ол әлде қайда арзан болады ғой. Иә. Әлде қайда арзан болады. Ол монтажда сол телефон істеп жүрген болады да. Сіз мысалы андай қазір әр мобилографтың өзінің телефондары бар ғой, оны арендаға ештеңе бермейді. Бірақ жаңа сіз свет туралы айтып кеттіңіз ғой. Мен байқағаным көп мобилографтардың сол енді боль светпен жұмыс жасай алмайды. Жарық қоя алмайды. Иә, үйреніңдер светпен. Өйткені мысалға осындай студия бір жерге келген кезде или жаңағыдай сюжетный да бізде андай настроениені беру керек, жаңағыдай теплый, холодный деген сияқты келген кезде чуть-чуть нетіп қалады, тормоз етіп қалады. Именно мобилограф болса. Бірақ қазір қатты дамып келе жатыр, енді уже прям кәдімгідей біраз мобилографтар уже шығып жатыр жаңағыдай. Дамып, мысалы, сізге келіп, қаншама оқушыларыңыз бар. Жаңа бауырым жүр мына жерде айтады, мен келдім, мен біраз болды мобилограф істегенде, мен өзімді левелап келесі деңгейге өткім келіп, светпен үйреніп жатырмын сізге деген сияқты. Ол кісі негізі, по-моему, айтты, бір жылдай ма опыты бар мобилографиядан. Жаңағы сізге келген кезде отырды, студент сабақ беріп отырдым ғой. Опыты бар. Бірақ оның именно более жарық қоюмен бояу болған екен. Четко біз соны 2 сабақта сразу үйреп тастадым. Уже бір күннің ішінде уже практикада жүр ғой, мына жерде свет қойып жатыр. Свет қойып уже қазір бізге подкасттың светін қойып көмектесіп істеп жатыр да. Уже қойылады да, бір күн ішінде үйретіп істеп жүрдік. Сол ойлап тұрмын да, қазіргі именно мен де постоянно айтамын, өзім сториста, рилста айтамын. Не важно, неге түсіргенің сен. Егер де сен свет қоятын қабілетің болмаса, жарық қоятын да, кадр қоятын қабілетің болмаса, сен қойып камераға түсірсең де, ол өтпейді, болмайды ол. Ол толықтай келісемін. Ол бізде тоже біз именно енді мобилограф деп айтайық, түсіретін адам, ол андай көз болу керек қой, оның көз объектив болу керек қой. Басқалай көру керек. Мен енді не емеспін, оператор емеспін, мобилограф емеспін, мен ол жағынан қатты сіз басында сюжетке, сценарийға қатты акцент қойасыз өзіңізде. Бізде идея, сюжет, актерство, художка, ну біз енді примерно білеміз, сахна, там, глубина и так далее, но оператор ол все равно келеді да, ол басқалай көреді. Сосын примерно қазіргі уақытта мобилографтар уже келесі деңгейге өту керек, художник болу керек. То есть ана қазір біткен бұрын болып еді ғой, нарезкалар. Алдыңғы подкастта да қозғағанбыз, боль екен да, қазір ол ше, бүйтіп айналдырып түсіретін, ол қазіргі ол уже ол өтпейді қазір ондай видео. Жоқ, ол еще қазір ана не көп болып кетті ғой, монтажның нелер всплывать ете берді ғой, бүйткен шық. Адамдар одан шаршады уже, ондай монтаждан. Ол еще более такой, как сказать, ол жаңағыдай жаны жоқ па, сухой ма, лучше сен бір жерде отыр, сенде глубина бар ана жақта, сенде художка бар, сенің светің бар, настроение беріп отырған, и сен дұрыс бір әңгіме айттың, ол әлдеқайда жақсы, чем жаңағыдай, вроде бы как будто, вау, монтажно, круто, там, ну нет, это не круто, это как-то, это художество емес, ол өнер емес, ол как-то. Еще андай тәніп көтті ғой, жаңағында говорящий голова болады ғой, арт жағын тұрады да, бір цветной фон қойып қояды да, и сөйлей береді. Нереально. И прикинь, андай кетті, мен инстаграмда көремін ғой. Инстаграмда қазір 80% контент состоит, рилстар состоит, как снять рилс. Прикинь, жаңағы орысша контент. Өйткені бәріне керек қазір ол, бәріне. Көбейіп кетті, и бәрін қараймын, артында андай уже бір стиль болып кеткен ғой, треп болып кеткен ғой. Артына бір жасыл свет қойып қояды да, и на цветном фоне сөйлей береді. Үйде тұрады да, ребята, но киношный кадр. Хочешь снять киношно, вот такой свет қойып ал деп не алады да. Мен айтамын, неде мен киношны көріп тұрған жоқпын, бұл просто экспертный видео болуы мүмкін, деймін да. Киношный кадр ондай емес та. Классика ол сізде, ол классика қалады да. Сен телефонмен кино түсіргің келе ма, мысалы киношный кадр қойғың келе ма, ол жерде по-любому вот композиция деген болу керек. Ол кадрдың өзін жаңағындай 3 ереже деп айтамыз ғой, мысалы. Сол сетканың өзін дұрыс қолданбайды ғой адамдардың барлығы, жаңағындай сол
мобилок деп айтпай ақ қояйын, даже камераға түсіретіндер де кадр қоя алмайтындар өте көп. вот сол үшін художник болу керек қой. Жаңағы ана арттағы свет фондармен енді бізде біраз свет сатамыз, біздің де біраз клиенттеріміз алды. Ол енді бір жағынан, наверное, тоже неге байланысты, салаға байланысты, или, допустим, үйде егер мамочка блог жүргізсе деген сияқты, да, возможно, это позволительно болады отырып, то есть он даже ол по-своему тоже бір креатив, то есть бір необычный свет болып тұр деген сияқты, но и то оны да дұрыс қоя беру, глубина и так далее, тому подобное. Но ол кісіге, допустим, ол не надо, ол просто сол форматпен кетеді деген сияқты. А именно егер сен жаңағыдай контент жасап, как сказать, как мобилограф болып жүрсең, все, сен жаңағыдай бүкіл жағын білу керексің, жаңағы монтаж, все такое. Мені жыныма тиетін еді, хорошо, цветной светті қолдансын, кинода да қолданады цветной сеттерді, бірақ көбінесе рилстарда сол цветной сетті бетке беріп жүреді, короче. Бір беті қып-қызыл болып тұрады, бір беті фиолетовый болып тұрады, жасылып екеуі микс болған кезде мына жерде радуга болып тұрады. Ну, ондай емес қой. Ол хотя бы фонға бер хорошо, реквизитқа бер әдемі қылып, можно бүйтіп жарық қоюға болады да, әдемі жасауға болады. Вот сол моменттерде адамдар біздің жаңағы креативщиктеріміз түсінетін болса, жақсы свет қоятын болса, ребята, егер де сіздер жақсы жарық қойып, жақсы кадр алатын болсаңыз бар ғой, прям будете на расхват. Цены нет, реально. И художник болып, прям андай фанатик болса. Өйткені қазір кинорилс деген понятие кетіп жатыр ғой. Жалпы жаңа сіз айттыңыз ғой, мобилограф, жаңағыдай свет, фокус-пуллер барлығын идея, монтаж жасаған, ол былай айтқанда қазіргі тілмен контент-мейкер ғой. То есть бір адам контент-мейкер. Мобилография, мобилог деп келдік, ол 20-шы жыл, 21-шы жылы ковид болған уақыт жаңа карантинға отырдық, сол кезде 22-23 жыл мобилогов деген ат, хорошо, это нормально. Но қазір ол кезде постты бүйтіп түсіру, это нормально было. То есть бүйтіп кім бүйтіп түсіре алады, соған заказ беріп жатыр да, бірақ қазір уже аудитория айналдырып түсіруге қызықпайды. Оларға уже более спокойный кадр, богатый кадр, әдемі, қымбат көрінетін кадрлар керек. Вот мобилоговтарға сол қымбат көрінетін кадрды істей алатын болса, болды, олардың чектері уже 10x болады бірден. И мен түсінгенім, заказчикте ақша көп негізінде бар ғой, заказчиктерде. Просто біз контент-креаторлар оларға нормальный предложение бере алмайтынбыз да. Понимаете? И қорқамыз, так, мен қазір мына кісіге 500 теңге заказымды айтсам, отказ береді деп ойлайды да, сөйтеді, 30 теңгеге түсіреді деген сияқты. То же самое өзін обесценивать етеді да. А ол неге өзін обесценивать етеді? Потому что ол түсініп тұр в глубине души, что мен мына жерде қазір светті қоя алмай қалуым мүмкін. Косяк істеп қоюым мүмкінмін. Сол үшін құрметті мобилографтар или құрметті видеографтар, контент-мейкерлар, чектеріңіз көтергіңіз келе ма? Четкий бір не болып білім болу керек. Мен свет қоя аламын, все, я этом спец деген сияқты айту керек та. И уверенно сен өзің білесің, что сол кадрында мықты свет жарық қойып бересің да. Хоть телефонға түсір, білмеймін, GoPro-ға түсіресің ба, камераға түсіресің ба, әдемі жарық қойдың, болды, ол әдемі упаковка болады. Жарықпен жұмыс істеу керек қой. Потому что мен сол жарық прям вообще боль. Мен көбінесе ағылшын тілінде контент көп потреблять етемін, көп қабылдаймын, ютубтан да көрген кезде көбінесе ағылшын тілінде контентпен, сонымен өзімнің қабілетімді сонымен дамытып алдым да. И сол жерде барлық жерінде айтады, жарық, лайтинг секрет, жарықтың құпиялары деп көп айтады да. И любой бір голливудский кино көресің ғой, жарықпен өте қатты жұмыс істейді ғой. Мысалы художниктар, олар не істейді, олар андай неге картинаға кисточкамен, краскамен сурет салады. То есть они рисуют картинаны кисточкамен. Ал біз қазір контент-креатор ретінде мы рисуем жарықпен. Вот сен жарықпен жақсы жұмыс жасай аласың ба, все, сен адамның бетінде контраст қойып, көлеңке жағынан түсіріп, не істеп, әдемі кадр алуға болады. И ағарай просто анау, вот это вот телефон, 15 Pro Max болсын, камера болсын да, хоть, білмеймін, Android болса да, бұл это просто инструмент. Бұл инструмент. Больше адамға адам. Адамға жақсы білсе. Ана мысалға жаңағы свет жөнінде айттыңыз ғой, неде Голливудта гаферлар бар ғой, свет қоятын. Олар кәдімгідей постановщик болып саналады ғой олар. Прям оператор-постановщик, художник-постановщиктің қатарында ол. Опергруппаның ішіне кіреді негізі олардың бәрі. Ол светпен сурет салады, рисовать етеді. Это просто тоже. Ол үлкен творчество ғой. Еще ол ана мысалға потом түсінетін адамға қандай настроение, где қызыл түсу керек, ол сюжет сахна қандай, мына жерде почему теплый болу керек деген сияқты, это просто. Даже светтің прикинь, светтің биіктігі де әсер етеді ғой, төбеден болса, топ-шоттан болса, астынан болса, жанынан болса, чуть жоғары болса. Мен даже зерттедім, что
американский видеоларда вообще рилстарында болсын, киноларда болсын, светтің тұратын расстояниясы бүйтіп тұрған кезде каждый градус вот это градусына градустары еще оның биіктігі әрқайсысының өзінің аты бар и мағынасы бар екен. Олар кетіп қалған ғой уже. Мәссаған таң қалдым ғой мен деген. А бізде қалай мобилограф студияға келетін болса алады да екі светті бүйтіп қойып қояды екі жақтан. Бұл адам бетіне кетіп түсті, плоский кадр пайда болды, екі жақта жарық болды, ешқандай контраст ештеңе жоқ. Уже бетім плоский ғой ана жерде. Жағып жарық болып тұрады да сондай. Мысалға сіз тоже, сіз вообще бухгалтерия саласында болдыңыз ғой, қанша жыл істедіңіз? 10 жыл. 10 жыл істедіңіз. 10 жыл бухгалтерия саласында. Вообще, былай қарап тұрсаңыз, бухгалтерия деген не ғой? Бухгалтерия, Цифры и творчество. Екі әлем ғой негізінде. Например, бухгалтериядан финансқа кетсем жарасады да, мысалы. Но мынау басқа вселенная, мынау басқа вселенная да вообще. Ол просто сіз оны жақсы көрдіңіз ғой, сіз оны хотели прям Бухгалтерияға ма? Жоқ, именно съемка, мобилография. Мен маған ұнайтын. Потому что мен кино көрген өте жақсы көремін да, идеяламда кәдімгідей шабыттанамын. Блин, мен де осындай кадр түсірсем ғой деп ше. И когда сондай түсірген кезде өзіме кәдімгідей бір күшті кайф болады да. Хочется создавать. Сол үшін де мен өзімнің қазір приложениям атын креатор деп қойдым да. iCreator, я создатель, мен создаю контент создавать им. То есть каждый қазіргі контент-мейкерлар, само слово контент-мейкер, мейкер это сделать же. Сол үшін мейкер, креатор, бәште барлығы бар мағына ғой. Создавайте контент, а не копируйте деген сияқты маған айтып тұрмын ғой. Трендті не надо копировать. Өзің тренд создавайте, чтобы сенің жасаған видеоң басқалар қайталансын деген сияқты ғой. Қайталансын. Мысалы осы подкасттың мен атын қоятын кезде көп ойландым да. Қалай ат қойсам екен, сөйтіп сол подкастты монтажын істеп болдық. Публикацияға жіберуге бір күн қалған кезде идея келеді ғой. Референс деп қояйын деймін ғой подкастын. Вообще осы подкаст называется референс деп аталады. Круто. Референс. И кеше аудиторияға сұрақ қойдым, не үшін мен осы подкасттан референс деп қойдым. И барлығы опять-таки неге кетіп қалды да, техника кетіп қалды да, референс ол препродакшн анау айтады. Мен айтамын, кішкене философский ойласаңдаршы деймін ғой. Қозған миларный качество қояды. Мен алдым. Давайте мен өзім подкасттың атын референс деп қоямын. Себебі осы біздің подкастты көрген адамдар өздеріне бір пайдалы ақпарат алып, инсайт алып, соны өмірлерінде қайталаса, кәдімгідей пайдалы қайталаса, жақсы жаққа табысын көбейтсін, бақытты болсын деген ниетпен, пайдалы болсын деген ниетпен сонда ат қойдым да. Так мен идея болды там мобайл фильммейкинг подкаст, мобайл подкаст, моб подкаст. Қиын болып кетті да. Ал референс деген сөзді бәрі біледі. Еще жарасады. Еще видеосфераға да қатысты бар, вообще общий медиа әлеміне қатысты нәрсе ғой, сөз ғой. Ниетіңіз күшті екен енді. Пайдалы болып жатыр, бәйтірі болмайтын әңгіме айтып жатқан жоқ па мына жерде. Өйткені енді көп өзім андай ақыл айтқан ұнатпаймын да. Вообще қашамын всегда біреу неткен кезде, бірақ сол сіз ана айттыңыз ғой, ниет дедіңіз ғой, мысалға хотя бы бір адамға жаңағыдай осы айтқан пайдалы болса, ол жақсы да реально сіз. Ол ертең кім біледі, мүмкін қазір бір бухгалтер бауырымыз отыр, сізді көрді да, все, короче. Я давно хотел вырваться деген сияқты мощный бір контент-мейкер отырған шығар, и реально ол пайдасын тигізетін шығар. И біз тоже андай соңғы уақытта ой келді да, реально енді әйтеуір білетін нәрсе бар, почему бы айтпауға, неге көмектеспеуге, егер ол опыт бар деген сияқты. То есть это айтып тұрған нәрсе не теория больше, там кітаптан оққан неден емес, это реально практикадан, жаңағыдай кәсіптің нәрсесі, контенттің нәрсесі, контент-маркетинг, жаңағыдай креатив, идея деген сияқты. Мысалға енді сценарий, біз бұған дейін полный метрларға кино жазып жүрміз, сериал жазамыз деген сияқты. И сол нәрсемен рилстарға келдік та. И қазір мына телефон вплотную өмірімізге кіріп жатыр біз. Прям вообще очень сильно. То есть дальше ары қарай ол енді зияны да бар, пайдасы да көп. Ойлаудың өзі қорқынышты ғой, қайда. Да, не болатын. Ол ана кинорда нетеді ғой, бүйтіп бүйтіп не шығады деген сияқты. То есть контент он будет развиваться. То есть жаңағыдай біз алдағы поколение, там может білмеймін енді. Все там бәрі болады да, то есть любой контент, и ол біз сол жақта болу керекпіз, контент жасау керекпіз, дұрыс контент жасау керекпіз. И жаңағыдай қазіргі біздегі үлкен проблема ол қазақша контенттің өте аз болуы. Тіпті біздің мысалға Mobile Republic қазір біраз орысша жасаймыз да мысалға. Енді ол жақта біз енді кәсіп ретінде қарағандықтан, өйткені біз жалпы СНГ бойынша
сатылымдар жасаймыз бізде. Мм. Басқа мысалға Москва, Дагестан, басқа елдерден өте клиенттеріміз бар да, то есть біз сол жағынан қараймыз. Бірақ именно жалпы егер бір тағы да пайдалы контент жасайтын ниетіміз бар, Құдай қаласа. Ол YouTube болсын, не болсын, ол жақта қазақша жасағымыз келеді. Қазақша көп болу керек. Өйткені қазір менің мысалға, менің ғана емес, сіздің де бәрінің балалары қазір тілі орысша шығып жатыр. Өйткені YouTube-қа кіреді, орысша көреді, қазақша жоқ. Ол мен жаныма қатты батады мысалға. Мен мультик жасағым келеді, бірақ мультик білсе өте қымбат. Арманым брат. Өте қымбат. Өте қымбат. Анимационный мультик жасау. Өте қымбат ол. Еще қараңыз, мысалға қазір олар голливудский мультиктер көріп алған. Иә. Анимациясы мықты. Менсінбейтін шығар. Біз андай біткен берген кезде олар қайтты, не көргім келмейді. Бірақ мен естідім, бізде мамандар бар екен сондай жасайтын. Негізінде анимация көп, бірақ оларды ешкім танымайды. Енді осы кезде менде бір сұрақ туындап тұр да. Неге мысалы бізге Marvel сияқты кино түсірмейміз, неге? Сіз кино әлемінде жүрсіз ғой. Неге бір сондай сценарий жасалмасқа? Мысалы бізде өзіміздің аңыз бар ғой енді ертегілерде. Жел аяқ деген персонаж бар да. Реально жел аяқ деген персонаж бар. Сіз қандай супергероймен ассоциируетсіз жел аяқ деген персонаж? Кім ғой ана тез жүгіретін Флэш. DC комикста Флэш сияқты. Ол бізде одан да бай ғой біздің ертегілеріміз. Бізде одан да қатты супергеройлар көп қой. Батырлар бар ғой. Реальный батырлар, мысалға олар 300 спартанцев деп ана кино бар ғой. Ол негізінде не факт, ол реально, ол может өтірік придуманы. Бізде ондай көп шайқастар бар ғой. Аңырақай деген неше түрлі шайқастарымыз бар. Мына жаңағы Спартаны айтқан кезде, мына Жаркент жақта болған шайқас, бізден тоже бір 600 ғана батырымыз ба. Ол жақтан көп қол, олар андай ущельеде, оларды жеңіп тастайды. Ол реально стратегиямен жеңген исторический факт ол. Оны неге біз жасай алмаймыз, неге түсіре алмаймыз? Оның барлығы қаражат мәселесі. Өйткені ол енді қымбат нәрсе. Оған көп бюджет жасау керек. Оған, скорее всего, фондтар жаңағыдай, Министерство культуры деген поддержкамен солай жасалатын кинолар, мультиктар. Ол мысалға қазір коммерцияда біз кино жасап жүрміз, оның бюджеті ондайға жетпейді енді. Біз қазір комедия, боевик, енді дамып келе жатырмыз. Бірақ қазір Құдайға шүкір, мысалға бұрын миллиард сбор жинау деген андай не болса, қазір уже 2 миллиард. 2 миллиард қанша? 300 миллион бар. Қазақ киносы дами берсін дейсің ғой. Иә, дами берсін. Киноға барыңыздар. Киноны YouTube-тан күтпей, Телеграмнан алмай, кинотеатрға барып көріңіздер. Өйткені ол ертең мысалға реально біреу 2 миллиард сбор болды, ол сол жақтан ақша тауып, ол одан да лучше, ол все, оны жағдайы жетеді, одан да жақсы кино түсіреді, жасайды. Негізінде бізде қазір қаншама киноларымыз бар, енді фестивальдарда жүр. То есть өнер жағынан бізде қаншама режиссер ағаларымыз бар, бауырларымыз бар, операторлар, олар әлемді енді шулатып жүр деген сияқты. Ондайлар жетеді. Көп, неше түрлі контент-мейкерлар, креативный адамдар өте көп. Сол анандай сәл біткен бір кішкене демеу зат керек сияқты. Әйтпесе мысалға мен өзім әлі күнге дейін ойлаймын, неге енді бізде не болды? Жау жүрек мың бала болды, көшпенділер болды. Мысалға Қабанбай туралы кино бізде жоқ. Енді қарашы, маған андай идея келіп тұр да. Мен вообще ол идея маған осында 2 жыл бұрын келген. Қабанбай деп тұрмыз, иә. Қабанбай батыр, Кенесары батыр дейміз ғой. Оның барлығы болып жатқан бір вселенной да, мысалы. Неге бізге осы кино әлемінде, білмеймін, осы продюсерлерге айтатын да, режиссерлерге айтатын, неге сіздер сол киноларды бір-бірімен бір вселенной қылып бүйтіп байлап жасамасқа? Marvel сияқты да, мысалы. То есть Қабанбай туралы батырлар бір кино түсірдік та, бір эпизодын түсірдік, и сол одан кейін екінші түйісіп кетеді ол басқа. Екіншісінде біз сол параллельно болып жатқан оқиғада Қабанбаймен параллельно болатын басқа кино түсірдік та, и бір-біріне отсылка болатын болса да, и сол кезде біз күтеміз да, и хочется сол Қабанбай деген фильмнің ішінде Кенесары батырға отсылка істеп кеткенін қалаймыз да, и потом барамыз да, анан күннен көреміз да. Marvel сияқты ғой, Marvel сен көріп отырсың, Мститель көріп отырсың да, и олар каждый геройға бөлек кино жасап тастаған да, и бәрі қалып күшті байланыстырған, мозаикамен жинап байланыстырады да. Бізде сондай история көп қой негізінде. Соның бәрі бірімен байланыстырып істейтін болса ғой, қазақтың киносы индустрия бар ғой, ол мынандай уже әлемді жаруға болады. иә. Енді бір жағынан олардың кинолары әлемге шығады ғой. Сол үшін олар енді бюджеттер сұмды ғана жақта. Мысалы қараш брат, Тор деген персонаж бар да,
скандинавский не Иә, ғой, бір сондай Якобы легенда божество ғой, сияқты, якобы иә. божество сияқты өздерінше бір құдай сияқты не істейді ғой. Но Тор деген персонажды мен сол кино арқылы түсіндім да, что ол Асгард деген бір елі бар. Енді вымышленный нәрсе ғой барлығы, андай легенда ғой, андай аңыз әңгіме деген сияқты ғой. Сондай менің балам Тор деген біледі да, мысалы Тор деген персонаж біледі, Локи деген персонаж біледі, супергерой біледі, деп, халықты біледі. Бірақ Қабанбай дейтін болсам, ол кім дейді, мынау естімеген де оны даже. Толықты келісемін. Негізінде мысалға Троя киносын білесіз ғой, иә. өте мықты кино. Троянский конь деген 2001 ма 2002 жылы түсіріліп шыққан, сол жылдар. Деньги сұмдық, өте мощный, реально анау енді бала кезден көріп, әлі күнге дейін маған өте қатты ұнайтын кинолардың бірі. Масштаб кино ғой. Солай да бізде солай жасауға болады, көрсетуге болады. Тіпті сол именно тарихи киноларды әлемге шығаруға болады. Өйткені қызық, біздің тарих өте бай. Иә. Айтатын нәрсеміз, ауыз толтырып айтатын нәрсеміз көп біздің. Біз мысалы Американың тарихын кино арқылы білеміз да, сол жаңағында Европаның тарихын кино арқылы білеміз мысалы ше. Бірақ біздің тарихымызды кино арқылы әлем біліп жатқан жоқ та, біз өзіміз ғана білеміз, сол көшпенділер білеміз, жаңағында қазақша хандығы, хан ием деген темалармен әлі жүрміз да, короче. Но я хочу, чтобы біздің киноларды сондай деңгейге шығарып әлем көрсін деп жатырмын да, Қазақстан тарихын вообще. Ничего себе, мынандай батыр бар екен ғой, қандай герой, супергерой дейтіндей да. И вообще қазақша, если біз сондай хотя бы комикстан басатын болсақ, Қабанбай батырдың игрушкасы болсын, жел аяқтың ойыншығы болсын, ол уже новый нарық пайда болады ғой. Мысалы меломанға барам, балама ойыншық алуға да, тұрғанның барлығы андай да, Человек-паук, Спайдермен, Железный человек, Капитан Америка. Базар жоқ, все красиво, әдемі, мен өзім жақсы көретін персонаждар. Но хочется бір Қабанбай батырдың кәдімгідей киіндірген, дизайнерский күшті киіндірген геройын көргім келеді да. Жоқ, бір қазақша ойыншы жоқ қой меломанда. Өте ауыр, больно, иә. Ол жақта негізі жатыр индустрия деген. Білесіз ба, Марвел немен ақша табады көбінесе? Немен? Игрушкамен. Балаларға ойыншық. Оның маржинальный доходы ойыншықтар мерчтен табады. Кинодан емес. Кино это просто площадка, да, маркетинг, это популяризация сол контента. Они зарабатывают на игрушках. Киімнен, футболкадан, кепкадан, балаларға рюкзактан, Человек-паук деген рюкзактар болады ғой, мысалы, ойыншықтар бар ғой. Основная масса ақша келетін Марвелға мысалы сол ойыншықтан келеді, мерчтен келеді. Ол да контент қой, негізінде. Ол да креативный контент қой. Креатив арқылы они берді, создали вот этого персонажа, Железный человек деген. И көрді қазір каждый бала білет Человек-паук бар екен әлемде мысалы, андай не бар екен, сондай персонаж бар екен. Но каждый қазақтың баласы білмейді, что әлемде Қабанбай батыр болған мысалы. Бөгенбай батыр болған білмейді, қаншалықты мынандай үлкен халық қол деген брат, біздің қазақтың халқы. Ол кісі қанша 107 поединок, бірде поражение жоқ, енді өте былай қарап тұрсаң рекорды мықты да. Қазір енді бізде контентпен, инстаграммен сондай құралмен мүмкіндік бар әйтеуір. Бүйтіп, итак, қазір біраз мысалға әділет бауырымыз андай дронмен съемка тоже кәдімгі әлемде. Біздің жерде аватар түсіруге болатын жер ғой, бұл локация. Мен өте ризамын, ол енді шынымен инстаграм арқылы кәдімгідей басқа жақта көріп, мынау қай жер деп мысалға, мынау Қазақстан деп. Сол ғой, Қазақстан қай жерде деп сөйтіп контент арқылы біздің, менің ойымша біраз мүмкін ол туристардың келуіне де себепкер болған шығар. Сол үшін бізде де мүмкіндік бар, солай контент арқылы ақырындап, Құдай қаласа соған да жетеміз. Жаңағыдай Қабанбай туралы кино болсын, не болсын, енді ақырындап соған жетеміз, главное дұрыс барып. Мен неге қазір бізде көп контент неткен кезде біз хайп бірдеңені иығымыз сояққа бір көтеріп береді. Енді біз жігіттермен өзіміз соған тоже қарсымыз. Там бір пранкпен или там еще как-то. Дешевый хайп дейсің ғой, керек емес сол. Может, енді кейде правильный хайп болады. Болады ғой, бір актуальный хайп болады, реально пайдалы хайптар болады ғой. Мысалға, актуальный темалар болады ғой. Мысалға, енді қазір жаңағын айттым ғой, тоже кім Шоқан, Ұлықбек Шарифовтар, Нұрлан Сабуровтың фотосы бар, Шоқан дегенмен, олар дронмен әдемі түсіріп, ол Алматыда қазір популярный сурет болып тұр. Біз соны пайдаланып, бізде қазір бір прогресс жасап жатырмыз сол сурет. То есть ол актуальный нәрсені болған кезде пайдаланып жаса жүрсе болады, дұрыс жағынан. Бірақ анандай
типа біреуді ұрып біреуді қағып кетіп деген сияқты біреудің машинасын бүйтіп, то есть ол внимание привлекать етеді, но оны кликбейт қой просто ол. ол как енді біздің түсінігіміз бойынша ол енді андай атың шықпаса жер өрте деген сияқты сол концепциямен. Не деген мақал иә қазақ. Ол действительно да, ол то есть бұрыннан значит сол концепция бар да, ол всегда заман ата заманнан бері деген сияқты. И сол нәрсе чуть-чуть бізге ұнамайды. Содан қатты нетпейміз. Ана контентті қазір ашсаңыз неше түрлі нәрсе бар ғой енді. Главное еще, кстати, фильтр болу керек тоже. Что потреблять, что не потреблять деген сияқты. Да. Опа. Дауыл отыр далада енді. Не болып кетті тағы да. Жоқ. Ана қазір енді все идет к тому, енді оны ол кім айтты, что либо ты либо сен контент түсіресің, либо ты потребляешь. Мен естігенмін. Не ғой, это қазіргі эра, это эра клавиатуры и мышки дейді. Прикинь, вот эра мышки деген сөз, вот сен мышка ғой, кәдімгі курс аласың, и ты смотришь, ты потребляешь. 99% аудитория контентті потребляют. Мышка арқылы курсормен ғой бүйтіп істеп отыр ғой. Біздің қазіргі мышкамыз ол біз қолымызбен бүйтіп листаем рилсты, тиктокты бүйтіп листаем. Потребляем контент. А кто зарабатывает на этом? Кто делает контент? Кто делает? А делает кто? На клавиатуре. Клавиатура, то есть создаешь. То есть клавиатура это создать контент, а мышка это потреблять контент. Енді выбирай өзің. Ты либо создаешь, или ты мышка, или клавиатура. Или потребляешь. Мысалы, мен настроение клавиатуры. Я хочу создать контент и на этом зарабатывать. Бақытты болғым келеді, ақша тапқым келеді, да? Контент создавать келеді. Для души. И пайдалы бол, да? И пайдалы бол, конечно, пайдалы бол. Соны ниетте ғой. Подкасты мы же подкасты создаем же. Кто-то потребляет, көріп ақпарат алып не істейді да, өзінің өміріне пайдаланып жақсы жағына не істей береді. Сол үшін осы подкаст көрсеңіздер, күшті жерлері, қызық болған жерлерін түртіп алып жазып алыңыздар кәдімгідей комментарияда высоко. Пайдалы болған шығармыз, хотя бы бір жер хотя бы пайдалы болып ше. Жоқ, күшті. Әсеке ниет мықты, тоже дами беріңіз, өсе беріңіз. Сізді білеміз ғой, контент үшін, жалпы киношный картина, кинорилс үшін тапить етіп жүрген азаматтардың бірісіз. Тоже, в принципе, көзқарасымыз бір деген сияқты. Единомышленники дейміз ғой. Дами беріңіз, өсе беріңіз. Рахмет осылай. Енді пайдалы болған шығармын, андай сәл қысылып отырмын. Болмайтын әңгіме айтсам, если что. Жоқ, барлығы маған да өзіме инсайт алдым, өзіме де күшті ақпарат алдым. Вообще кино әлемі туралы жақсы тема қозғадық. Кино әлемі қайда бара жатқаны туралы темалар жақсы қозғадық. Енді менде қазір дәстүрге айналдырғым келеді да. Бұл енді екінші подкаст қой. Әр подкасттың соңында біздің оқырмандарымызға бір сыйлық берейік деген. Менен сыйлық болсын, сізден сыйлық болсын. Достар, ең мықты жазған өзіңізге ұнаған инсайттарыңыз болса, осы жерден алғанда комментарийға жазып, немесе сторисқа бөліссеңіздер болады. Осыны скрин жасап алып, ең күшті шыққан инсайтқа жазған комментарийға давайте сіз бір сыйлық беріңіз, мен бір сыйлық берейін. Қандай не істей аламыз? Так, ол примерно сыйлық қандай материальный болу керек. Материальный болсын, өзіңіз. То есть оның баға жағы сами знаете. Окей. Онда бір адамға ма? Окей, онда біз... Сіз бір адамға бересіз, мен бір адамға беремін. Окей. Онда общий екі адам сыйлық алады. Қазіргі уақытта біз соны сатып жатырмыз. Біз, кстати, қазір дүкенімізге қазақи нақыштағы заттарды енгізіп жатырмыз. Семсер деген штатив бізде бар, шығарып жатырмыз. Семсер сияқты. Соны және де сонымен бірге басқа киіп, мына жаққа телефонды қойып, сондай от первого лица жүретін. Крепление для головы деп айтады, от первого лица. Пов дейді ғой? Соны сыйлаймыз, құдай қаласа. Прям можете бізге Mobile Republic дүкенге келіп, сол дүкенді көрсетеміз. Сол жақта мүмкін бір сторисқа сізді салып деген сияқты, сіз немен айналысып бір сондай өзім атына сондай болады. Керемет. Ал мен сыйлығым, бағана айтты ғой, киношный кадр, жарық қою бойынша өзімнің курсым бар, түсіріп қойған. Соны сіздікі бағасы менгіден қарағанда мықтырақ енді. Бізде бағаларымыз сол 100-дің үстінде ғой, негізі курс. Жоқ, имеется в виду сіздің беретініңіз көбірек та, анау прям өте ол біреу светті үйреніп алып, ертең ол қолмен қолдап біраз нәрсе жасауға. Менің жаңа берген сабағымды көріп, жақсы кадр қоятын болса, семсеріңізді алып кадр қойса, пожалуйста, коллаборация болады. Келесі, егер құдай қаласа тағы да ары қарай нетіп бір 2-3 жылдан кейін осы подкастқа тағы келсе, уже дайын боламын мен уже андай сәл. Тоже бір подарок жөнінде айтқаныңызда. В целом, семсер ол
өте мықты штатив, то что ол Мгм. қалтаңа салып алдың, сумкаңа салып алдың, любой шетелге кеттің де контент жасай бересің. Все везде и сразу дейсің ғой, короче. Мгм. Сол достар, рахмет Рахмет. Раке Рахмет келгеніңізге. Алла разы болсын. Әмин. Осындай подкаст болды. Әмин, рахмет.